жандос деген жырауыңда қазағым дайын тұрсын қуануға. Бастайын бісміллә мен бұл айтысты, керек болса дайынбыз туалуға. Ағапаммен айтыссам арман жоқ ед, мен едім топтан озған тұмарыңда. Жыланның басына ақ құйдым дейді, негізі дайын едім қуануға. Мысалыға мынаған қарап тұрып, өзім түгіл оянбас жыланымда. Өлеңім осы болды арнап тұрған, жырларын сахнада жалғап тұрған. Бақтиярдай нарағам келіп отыр, қазақтың салт дәстүрін толғап тұрған. Өшкенімді жаңғыртқан жан едіңіз, айналайын өзіңдей ардақтылдан. Хан сайлаған қаңлының баласы едің, қырандай биіктерде самғап тұрған. Осындай ағаларым аман болсын, салт дәстүрден көш бастап хан боп тұрған. Аянжан айтысуға тұрасың ба? Ағаңның айтқан сөзін ұғасың ба? Киіп отқан шапаның жұпынылау, бауырым ренжімеші ырасында. Сен өзі айтыстарға шығасың ба? Сүндет тойға ат жетектеп шығасың ба? Аужаке ел алдында жыр өрдің ғой, кейбір сәтсіз әзіліңе күлермін ғой. Бастай сала Бақтияр ағамды айттың, бірақ та маған қарап түнердің ғой. Одан соң сүндет той деп бірден айттың, әйтеу шапаным жаңа ғой деп шірендің ғой. Біздің айтыс, бізге берілген тақырып түр айтыс ғой. Сен болсаң ұзақ созып шірендің ғой. Аужеке әжептеуір түр айтысты, на жерде құдалық қып жібердің ғой. Шын алмас қап түбінде жатпас бүгін, аяның айтыс алмай отпас бүгін. Салт дәстүрмен Қаратау бірігіп ап, қазақтың насихаттайды нақ дәстүрін. Қандай тауды болса да қопарады, Қаратаумен біріксе салт дәстүрін. Жырыңа ашпайды ма әлем құшақ, айтпайық мына жерде дәлелді ұсақ. Өзің бір қыздай жігіт едің ғой сен, жүретін ағайынға сәлемді сап. Тақырып қыз бен жігіт болдым жаңа,
Әри ақынға ашпайды ма әлем құшақ? Ау жәке мазаң болмай отыр бүгін. Айттың ғой ел алдында өлеңді сақ. Бір көзіңіз көккенбек боп кепті ғой, байынан таяқ жеген әйел құсақ. Көгерген айтып жатсын көзімізді, айтпайсың ба тұлғалы өзімізді. Бір көгерген көзімді жырғыласың, жігіттің біреу едім төзімі ізгі. Балаларға насихат қып айтып жүрген, одан да айтпайсың ба сөзімізді. Інім-ау, неге сонша жалаңдадың? Сөзіңді таяздау қып тәмамдадың. Көгерсе салт дәстүр деп көгерді ғой. Куәгер болыңдаршы оған бәрің. Көкпар шауып додадан осыны таптым. Мысалы ашиды ма соған жаның? Додада аттың басы тиіп кетті. Деп едім ол балаларға әр айдағын. Салт дәстүрге жаным ашып жүр ғой менің. Сенің аши қоймайдау таяу жаның. Атың аян болған мен айналайын, қазақтың дәстүр үшін аянбағын. Ау жәке сен не деген 200-дің? Шыға сабалып отсың бетімізден. Көгерші елім үшін көгерді деп, еткесейін деп отыр етімізден. Көз емес бір жеріне кел шығарып алса, атайын деп тұр екен шетімізден. Көгерікті дегенде көгерікті, көп айтпай осы тіркес көнеріпті. Көкпарға палуан болып барыпты да, жәкеңнің сол жақ көзі көгеріпті. Жігіт деген ондайға мойымайды, жасасай тұлпарыңа егелікті. Көгергенге көзің ағып жылай берме, көгерген кетеді ғой не болып тау.